Қош келдіңіздер. Екінші сабақта қайшымен шаш қиюды үйренетін боламыз. Алдымен шашты пульверизатор арқылы қолға дұрысталу үшін сулап аламыз. Шашты сулап болған соң, алдымен тарақпен шашты көтереміз, саусақты қоямыз, қайшымен қиямыз. Бұл туралы өзімнің курсымда толығырақ жеке көрсетіп түсіндіретін боламын. Курсым туралы толығырақ төмендегі сілтемеге өтеміз. Шаш кептіреміз. Шаш қай бағытқа қайырылады, солай қарай кептіреміз. Енді 3 мм насадкамен қапталдарын алып шығамыз. Енді машинканың басын шығарып, 3 мм насадкамен былай көтеріп шығамыз. Асын толықтай алып болдық. Енді ең қиын жеріне келеміз. 3,5 мм тарақ жаңағы алған жерімізді жалғап көтеріп шығамыз. Осы жерді әдемілеп алсақ, бізде плавный переход шығады. Сосын толықтай алып болғасын басын шығарып, астын осылай көтеріп шығамыз.
бұл құралды пайдалануды алдыңғы сабағымда айтқанымдай өз курсымда үйрететін боламын.